Менің күйеуім әйелді қаламайтын адам болып шықты. В общем айтқанда, ер адамды қалайды. Бұны қалай айтуға болады, жалпы сондай адам болып шыққан. Мен айтуға да ұялып жүрдім. Сөйтсем, менің күйеуім болып шыққан. Айтып отқан сөзін қара. SMS-теріңізді оқыдым. Абылайға қалай жабысқанын, Абылайды танисыз ғой, дос баласын. Мен барлығын естідім, Абылайдың өз аузынан SMS сообщениелеріңізде көрдім. Абылай ешкімге айтпашы, ұят болады ғой, менің інім ғой, не дегенмін деп жалынып, солай айтқаныңыз дұрыс қой. Мен мына жерде Жаннұр сенің үстіңнен сотқа арыз жазамын. Мен інімнің қандай жағдайда екенін білемін. Сен мына жерде не өтірік айтып отырсың? Сен мына жерде білесің ба? Өтірік айтып отырсың, жала жауып отырсың сен мына жерде деген. Жалпы, Фариза, мен айтайыншы, сіздің ініңізді айтайыншы, мен шынымен де жақсы көрдім, қатты сүйдім. Оның махаббаты маған болған қатты қаладым. Өмірді қалады, клубта қыздармен қаңғып, машина айдап, солай жүргенді қалады ғой, шыныңыз айтыңызшы. Сен сол жүріп жүрген қазіргі қызыңнан да от салып, сен от салып екеуін айырып отырсың ғой сен.